Семіздік ол байлықтың емес, ашаршылықтың салдары. Бұрынғы ертегілерде толық адамдар байлық пен молшылықтың символы ретінде суреттелсе, қазіргі кезде көбінесе ол кедейшілікпен байланысты. Неге бұлай болды? Біздің организміміз қиын кезеңдерде есте сақтай алады. Бұл құбылысты эпигенетика дейді. Эпигенетика ол қоршаған орта факторларының біздің гендеріміздің жұмысына қалай әсер ететінін зерттейді. Оны қарапайым тілмен түсіндірсек, ДНК-ны дененің жұмысын реттейтін үлкен кітап деп елестетіңіз. Барлығымыздың кітаптарымыздың текстері бірдей, бірақ қандай беттері ашық және қандай беттері жабық болатыны өмір сүру жағдайына байланысты. Егер адам аштыққа тап болса, оның организмі қандай да бір гендерді сөндіріп, энергияны үнемдеп, майды көбірек жинауға тырысады. Ең қызықтысы, ол кейінгі ұрпақтарына, балаларына және немерелеріне де беріледі. Мұның айқын мысалы 1930 жылдардағы Қазақстанда болған ашаршылық. Миллиондаған адамдардың өмірін қиған. Қазақстанда бұл тақырыпта ғылыми зерттеулер жүргізілмесе де, ұрпақтардың өміріне осы жағдайлардың әсер еткені анық. Тағы бір мысал 1941-1944 жылдардағы Ленинград блокадасы. Профессор Борис Рачков осы тақырыпты зерттеп, блокададағы синдром деген ұғымды енгізді. Бұл аштықтан аман қалған адамдардың балалары мен немерелерінде семіздік, қант диабеті, жүрек және буын аурулары, қан қысымы ауруларының жиі кездесетінін анықтады. Бұл құбылысты 1944-1945 жылдардағы Нидерландтағы аштық қысы феномені кезіндегі зерттеулерде дәлелдеді. Аштық кезінде дүниеге келген балалардың ересек шағында семіздікке, қант диабетіне, жүрек және буын ауруына шалдығуына ықтималдығы жоғары болды. Олардың организмдері энергияны үнемдеп, май қорын жинауға дағдыланды. Енді осыны манағы үлкен кітаппен салыстырып көрейік. Табиғат аштық кезінде біздің организміміздегі энергияны тез жұмсау механизмдері бар беттерді жабысқақ стикерлермен жапсырады да, май жинау туралы жазылған беттерді ашық қалдырады. Тамақ жеткілікті болған кезде де бұл стикерлер солай қалып қоя береді. Өйткені аштықтан аман қалған ата-аналардың балалары да, немерелері де осындай ашаршылық қайталануы мүмкін деп, майды қайта-қайта жинай береді. Бүгінде семіздік байлықтың емес, өткен ашаршылықтың биологиялық ізі. Заман өзгерсе де, организм әлі де сол нұсқаларды орындап келеді. Ашаршылықтан кейінгі эпигенетикалық процесс шынымен де тоқтатылуы немесе жұмсартылуы мүмкін. Келесі видеоларда осылар туралы толығырақ айта кетемін.